Мына печеньені Америкада миллиондаған адам жақсы көреді. Бірақ бір құпиясы бар. Егер бір ғана қателік жіберсеңіз, кәдімгі қатты печенье болып кетеді. Бүгін сіздерге дәл сол құпияны көрсетемін. Соңына дейін көріңіздер. Өйткені соңында кесіп көріп, іші қандай болғанын бірге көреміз. Ассаляму алейкум достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз Америкадағы ең танымал америкалық печеньені жасаймыз. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ, ішінде шоколады еріп тұратын печеньені бірге дайындаймыз. Егер бәрін дұрыс жасасақ, сырты сәл қытырлақ, ал іші жұмсақ, әрі шоколадқа толы болады. Ендеше бастайық. Бізге қажет болатын заттар мыналар. Сары май, мен маргарин қостым. Сосын ұн қажет болады. Сосын барып қант, жұмыртқа, бір жұмыртқа, және де шоколад. Сосын крахмал, сосын сода, ас содасы, және де какао қажет болады бізге. Алдымен жұмсарған сары майды қантпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен деревенская особая деген маргарин қостым. Қантты аламын да маргаринге қосамын. Сосын екеуін жақсылап араластырасыз. Нәтижесі мүлде басқаша болады. Сосын аламыз да бір жұмыртқамызды жарып жіберіп саламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді маған құрғақ ингредиенттерді араластыру қажет. Ең бірінші ұнға крахмал аламын. Крахмал бір шай қасық салам. Сосын ас содасын алып, одан бір жарты шай қасық содан саламын. Және де бір ас қасық какао салып жіберем. Сосын оларды араластырып аламын. Енді араластырған ұнымды бағанағы сұйық ингредиентке қосып, екеуін бірге араластырамын. Ал енді ең қызық бөлігі шоколад. Менде тойдан келген тойбастар шоколады бар. Сол шоколадты арасына бөліп салып, сосын араластырдым. Дайын тамшылардың орнына үлкен шоколадты турасаңыз, еріген кезде өте әдемі болады. Міне, қамырымыз дайын. Енді қамырды осындай шарлар жасап, араларын алшақ орналастырамыз. Өйткені пеште жайылып кетеді. Пешке салып, ең маңыздысы артық пісірмеу. Печенье пісіп жатқанда ең қызықты бір факт айтайын. Америкада бұл шоколад алғаш рет кездейсоқ пайда болған. Бір әйел қамырға шоколад бөліктерін қосып көрген, ал кейін бұл рецепт бүкіл әлемге тараған. Мына түріне қараңыздаршы, иісі бүкіл үйге тарап кетті. Бірақ ең бастысы іші қандай екен? Міне, дәл осындай нәтиже шығу керек еді. Шынымды айтсам, дүкендегіден де жақсы екен. Сырты аздап қытырлақ, ал іші өте жұмсақ. Шоколады керемет еріген. Егер осы рецепт сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Келесі жолы тағы Америкадағы танымал десерттердің бірін жасап көреміз. Ал сіздер қандай десерт көргілеріңіз келеді? Пікірге жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.